Java programmalashtiruv tili haqida түсінік. Java programmalashtiruv tili Sun Microsystems kompaniyasында James Gosling басшылығындағы команда тарапынан 1991 жыл істеп шығылған. Javaның дәслепкі аты OAK болған. 1995 жылы Java етіп өзгертілген. Java har qanday platformalarda іслей алатығын етіп іслеп шығылған. JVM бұл Java байкодын аудармалаушы программа. Java кітапханасы болса Java API ішінде анықталған. JDK бұл Java программаларын іслеп шығу үшін, басқару үшін ісленген программа. IDE бұл программаларды тез іслеп шығу үшін интеграласқан іслеп шығу орталығы. Java программаларын жарату үшін бүгінгі күнде JDK менен бірге IDE іслетіледі. IDEге мысаллар ретінде NetBeans, Eclipse, JBuilder һәм IntelliJ IDEларды мысал етіп келтірсек болады. NetBeans IDE хақында түсінік. NetBeans Javaға текарланған интеграл рауажлану орталығы. NetBeans IDE Java іслеп шығушылары үшін арнаулы іслеп шығылған болып, ол Java, JavaScript һәм JavaFX-тен тысқары C, C++, PHP, Groovy һәм HTML5-ті де қолдап қуатлайды. Javada API программа түзу. Енді NetBeans орталығын компьютерға орнатуды көріп шығамыз. Бұның үшін Chromeға кіріп NetBeans download деп ізлейміз. Біздің операцион системамыз Windows болғаны үшін осы ссылканы басамыз. Загрузка етуді басылады. Программамыз жүкленіп болды. NetBeans'ті установка ету үшін алдын JDK-ны установка етуіміз керек. JDK-ны да интернеттен жүклеп аламыз. Біздерге Windows операцион системасына керек. Жүклеп басылады. Жүклеп болынды, енді оны установка етеміз.